есімім менің Нәзира Сұлтан Мұратқызы. Мен бүгін өздеріңізге Хакім Абай атамыздың әсемпаз болма әрнеге, сонымен қатар ғылым таппай мақтанба деген тамаша өлеңдерін оқитын боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта, бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып мақтанды іздеп қайғы алма, мініңді ұрлап жасырып майданға түспей бәйгі алма. Өзіңде бармен көз көріп, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас үйретуден балаға. Көлеңке басын ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызартып көкжиектен асырса, күңгірт көңілім сырласар, сұрғылт тартқан бейуаққа, төмен қарап мұңдасар, ой жіберіп әр жаққа. Өткен өмір қу соқпақ қыдырады талайды, кім алдады кім тоқпақ салды соны санайды. Нені тапсаң оны тап, жарамайды керекке, өңкей уды жиып ап, себеді сорлы жүрекке. Адасқан күшік секілді, ұлып жұртқа қайтқан ой, өкінді жолың бекінді, әуре болма, оны қой. Ермен шықты ит қылып, бидай шашқан егінге, жай жүргенде өрт қылып, тыныш өлсеңші тегінде. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсең нәфратлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүние дөзі, мал дөзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақылменен жеңсеңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсеңіз, көп орында көрін айтпа. Біздің сөзге ерсеңіз. Мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешен дөткен не бұлбұл, көсем дөткен не дүлдүл, сөз мәнісін білсеңіз. Ақыл мизан өлшеу қыл, егер қисық көрінсе. Мейлің таста, мейлің күл, егер түзу көрінсе. Ойлап құлақ қыл, ақмақ көп, ақылдас, деме көптің сөзі пұл. Жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөз керме. Сізге айтамын, қаупім бұл. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу үшін сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген қол, ғұламахи дәуәни. Солай депті ол шыншыл, сөзін оқы, жан ойла. Тез үйреніп тез жойма, жас уақытта көңіл гүл.